Оқырманымыздан бір хат кепті. Ораза кезде анемиядан басымыз айналмайтындай қалай тамақтануға болады? Қазір кезде анемия 80% қыз келіншектерде бар. Себебі табиғи, яғни физиологиялық тұрғыдан қыз келіншектерде менструальный цикл болады. Одан кейін ол ана болады, жүкті әйел болады. Сол кезде балаға темір микроэлементі беріледі. Содан бізде латентті анемия дамиды. Ал осы біз латентті анемия деп, бізде физиологический деп қол сілтей салмай, уақытында емдесек, оны анемияны орта дәрежелі, ауыр дәрежеге апармай уақытында емдесек, біз анемияны жеңе аламыз. Бірақ та көп қыз келіншектер хоть и тырнағы сынып жүрсе де, бастары айналып жүрсе де, шаштары уыстап түсіп жүрсе де, олар жүре береді. И сол қалпында оразаға кіреді. Оразада біз белок өнімдерін ас тұтынамыз, көп адамдар көмірсу, жеңіл көмірсу, ұнды тағамдар жей береміз. Белок өнімдері не үшін қажет? Белок именно анемиядағы гемоглобин деген көрсеткіш бар. Гем деген темір, глобин деген белок. Значит, біз глобинді толықтырушымыз белок өнімдерін тұтынуымыз қажет оразада, міндетті түрде. Міндетті түрде оразаға кірместен бұрын анемияны емдеңіздер, и рационда ораза кезінде сәресіде де ауызашарда белок өнімдері болу керек. Сәресіде міндетті түрде жануар, малдың ауыз өнімдері болса, ауыз ашқан уақытта өсімдік тектес белок ауыздар болу қажет.